Ассаляму алейкум, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз асқабақтан жұмыртқасыз брауни дайындайтын боламыз. Ең алдымен асқабақтың сыртын тазалап, оны үкіштен өткізіп аламыз. Әзірше шетке қоя тұрамыз. Шұңғыл ыдысқа қант пен сұйық майды құйып, бір келкі араластырып аламыз. Содан соң ұнды және какао ұнтағын илеуіштен өткізіп қосамыз. Артынан қопсытқыш қосып, барлығын араластырамыз. Енді осыған асқабағымызды қосып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Соңында ұсақталған шоколад қосып, жай ғана араластырамыз. Массаны пергамент төселген формаға құйып, қызып тұрған пешке 20-25 минутқа қоямыз. Пирогты құрғақ таяқшаға тексеріп отырыңыздар. Мінеки біздің тез дайындалатын, әрі қол жетімді заттардан тұратын брауниміз дайын болды. Міндетті түрде менің рецебіммен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтыны сөзсіз. Ал видеомыз ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді жазыңыздар. Және де арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Сонда сіздер әрдайым біздің жаңа видеоларымызды жіберіп алмайтын боласыздар. Сіздермен болған мен Қаламқас және Дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.